керемет жыр, не деген талантты өнер. Әйтеуір жетті-ау, әйтеуір жетті-ау. Көрдік-ау. Төрлетіңіздер жүріңіздер. Ал Боташ өзің әлеуметтік желіге қарай, ал сіздер бұлаға қарай, мен бұлаға қарай кетейін. Төрлетіңіздер. Қандай ғажап. Сол бірінші сұрақты қою себебім, біз сіздерді көп күттік. Иә. Күттісіз сізді күттіргеннен кейін ба? Иә, өткенде келеді деді, келмей қалдыңыздар. Одан кейін келеді деді, келмей қалдыңыздар. Анықтап алайықшы, кім ұйқышыл, кім қатты ұйықтайды сонда? Жоқ, дәл сол күні шын айтқанда ұйқы кінәлі емес. Енді? Ол күні қаладағы кептелісті қойсаңшы. Дәл өзі біліп тұрсыз ғой десең. Сол күнгі аяқ астынан қыс бойы жаумаған қардың себебінен жолдың көліктің кептелісінен сәл кешігіп қалдық негізі. Негізі ол өтірік сылтау сияқты өткенде алдыңғы бағдарламаларда біз осы сылтау туралы әңгіме қозғаған болатынбыз. Қазақстанда елімізде көлік кептелісінде қалып қалдым, ұйықтап қалдым деген сылтаулар бірінші орында тұрады екен. Аршын сол шебер ғой, КМС, мастер спорты, по сылтау. Жұмысқа бару үшін 2 сағат алдын ала тұру керек депті. Үлкен кісі ғой, мән бермеңіздер, үлкен кісі айтады енді. Сізде жақсы көресін айтады ғой. Ал енді шын мәнісінде мен Қуыршақ театры, мысалы мен бала күннен өзім ерекше жақсы көретін театрым болып есептеледі. Ал Ақбота Қуыршақ театрынан қатты қорқады кішкентайынан. Оның себебін айтып береді қазір. Сұрайын деген, менде бала бұрынғы біз кішкентай өскен кезде ертегіге сенетін едік. Қазір ютубқа телмірген баланы ертегіге сендіру қиын сияқты. Жалпы қаншалықты қиын немесе қызық? Осы туралы әңгіме бастасақ, Аршын мырза. Дәл осы туралы әңгімеге ойлана келе Гүлбаршын жауап берсін деген шешім. Иә, әрине, біздің балаларымыз мысалы Қуыршақ театрына апарып спектакль көрсеткеннен гөрі сол телефондағы жаңағы Диснейдің компаниясының мультфильмдерін қарағанды өте жақсы көреді. Бізден бұрын көп киноларды көріп алады, біздің балаларымыз. Алдында «Игра в кальмара» деген кино шықты. Біз енді соны, ойбай, осындай қызықты кино бар екен, енді көрекші соны деп бастағанымызда, мен уже көріп ағам мама дейді. Біз таңғалып қалдық уже. Көрейік деп отырсақ, не болатын бізге айтып тастап отырды. Қандай қиын. Бірақ та екінші баламыз театрға келгенді жақсы көреді, қойылымдар көргенді жақсы көреді. Енді біріншісі уже 10-ға толып қойды. Ол кішкене ересек болды да, ересектерге арналған қойылымдарға апара алмай жүрміз, бірақ екінші баламыз жақсы көреді. Театрды кәдімгідей жақсы көреді. Көрді ғой, айтайын деген осы көрерменсіз актердің да шабыт ашылмайды ғой. Сол себепті осында бір қиын саланы таңдаудың қаһармандар деп есептеймін өздеріңізді. Әдетте адамдар әнші болып киноға түсіп жүрген әлдеқайда жеңіл ғой, танымал болып жүресіз. Сол себепті бұл мамандыққа деген махаббат қашан пайда болды? Әлде бұл кездейсоқ келген тағдырдың сыйы ма? Аршын мырза, Гүлбаршынға сілтемей өзіңіз айтсаңыз. Негізі бұл, менің мамандығым негізі эстрада вокал бөлімін тәмамдағам негізі. Одан кейін екінші мамандығым жалпы музыкалық білім болып, жоғары білім алғаннан кейін кездейсоқ жаңағы Қуыршақ театрына тап болдық. Сол жерде қазір дыбыс режиссер қызмет атқарып жатырмын негізгі. Ал менің жұбайым, келіншегім Гүлбаршын сол жерде актриса. Жаңағы жалпы Қуыршаққа байланысты, театр өнеріне байланысты сұрақтар, жаңа тағы да айтам, Гүлбаршынға көбірек енді түсіндім ғой, дыбыс режиссері болғаннан кейін, әртістер. Бірақ екеуміз міне шаңырақ көтергелі 11 жыл болды. Үйде де біргеміз, жұмысқа бара жатқанда көлікте де біргеміз, жұмыста да біргеміз. Түскі обедте де, жұмыстан қайтқанда. Үйде кім атаман? Күнделікті бірге. Атаман кім? Сізді президент Гүлбаршын демейінші. Мен жегіз дыбыс режиссермін Гүлбаршын. Өздеріңіз ауыздарыңызда Мейрамбектің жаңа пікіріне келіспеймін. Қандай? Әншілердің, театр актерларының, кино актерларының жұмысы қиын. Қиын? Жоқ, Қуыршақ театрмен салыстырғанда кішкене танымал. Сен оңай дедің. Сіздердің жұмыстарыңыздың қиын екендігін білдік біз. Алтыда тұру қандай қиын, Сосын айттық, не деген қиын. Бұл кісілер 6-да жұмыста болады. Сонда 2 сағат бұрын деп айтып жатыр ғой, 4-те тұрып. Енді көрермендер ойлайтын шығар, бұл кісілердікі рахат, өстіп әдемі жерде әдемі болып жүре береді деп. Бірақ бүгін мен өз басыма келгенде білдім, таңертең шынымен сағат 6-да ояну өте қиын екен. Әрең оянып,
жарайды бүгін кешікпейікші деп. Қуыршақ театрында орын жоқ па, барайық деп едік. Негізі өзім туралы айтатын болсам, бізде кезінде Түркістан облысында кішкентай Кентау деген қалашық бар қаласында. Сол жақта өстім, сол жақта балабақшаға бардым. Бізде балабақшада айына қателеспесем 2 рет бізге Қуыршақ театры келіп өздерінің жаңа спектакльдарын қойып кететін. Сол сәтте мен кішкентаймын, 4-5 жастамын. 5 жасымда қатты бір қорқыныш сезім менде қалып қалыпты, мына жақта фобия. Әлі күнге дейін аса қатты бір вау деген әсер жоқ. Әлде кішкене қуыршақтары қорқынышты болғаннан кейін ба, сондай бір балалық қорқыныш қалып қойды. Оны қалай жеңуге болады, не істеймін? Енді сізге мен айтайын, біз сізді шақырайық, біздің театрға келіңіз. Бізде мысалы бұрындары осыдан бір 5 жыл бұрын біздің театрда кішкентай балаларға арналған қойылымдар көрсетілетін. Енді қазір бізде үлкендерге арналған қойылымдар қойылып жатыр. Мысалы, сіз Медея, Макбет деген қойылымдарға барсаңыз, бұл қорқынышыңыз жойылуы мүмкін. Ал кішкентай балаларға арналған тағы да қандай қойылымдар бар? Бізді көріп отқан көрермендер үшін кішкентай балаларға арналған жақында біздің театрымызда Бекзат чемпион деген қойылым көрмекші. Бұл енді өте бір керемет қойылым болатынына сенемін. Сіздерді шақырамын. Бұдан басқа бізде үй шөп деген қойылымдар, көңілді қонжықтар деген айта берсек кете береді. Сол қойылымдарға осы көрермендерді шақырамын. Міндетті түрде барамыз. Әттең сағатты сатып алсақ та уақытты сатып ала алмаймыз. Сол себепті енді сүбелі әңгімелеріңізді, қызықты жерлерін осы жерден үзіп, енді көрерменді қуантатын сіздерде бір қонаққа де сұрасам деп отырмын. Сізден рұқсат болса, кімнің әні, қандай ән? Ақын, композитор, журналист Ерлан Төлеубай деген ағамыз бар. Сол кісінің осы сендердің жұптарың жазылмай жүрсінші бірге армандап биіктерге жете беріңдерші деген ниетпен бір ән жазып берді. Оның текстін сөйтіп Рамазан Амантай бауырыма барып жаздырып, осы бір армандайық деген туын дүниеге келген. Оны дәл осы таңғы хабарда хабар арнасынан тұсауға кесілейік деп отыр. Сіздердің құрметтеріңізге, рұқсаттарыңызға. Шығармашылық табыс тілейміз, абырой биігін көре беріңіздер. Сіздерге де.